Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2000 жылы шыққан боевик триллер жанрындағы Королевская битва фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Елде экономикалық кризис, халықтың 15% өз жұмысын жоғалтып, оқушылар бойкот ұйымдастыруда. Бұған қарсы жауап ретінде биліктегілер патшалар айқасы жобасын ұйымдастырып, оқушыларды күшпен қатыстырады. Китана сыныбында оқитын 15 жасар Сюя, анасы отбасынан қашып кетіп, әкесі асылып қалған. Достарынан басқа ешқандай жақыны жоқ. Сюяның сыныбы патшалар айқасының келесі кезеңін өту үшін таңдап алынды. Әрине, оқушылар бұл туралы білмейді. Оларды автобусқа отырғызып экскурсияға деп алып кетеді. Достық қатынастары жақсы оқушылар разы, олар ән айтып көңіл көтеруде. Накагава өзі дайындаған печеньесін Сюя мен Ногуға ұсынады. Ол ұялшақ қыз болғандықтан сыныптастары үнемі оның үстінен күліп, әжетханаға жауып кетіп жүретін. Бірақ соған қарамастан Накагава өзінің Сюяға деген сезімін көрсеткісі келеді. Бірақ жігіт қыздың печеньесіне тиіспейді. Досының оған ғашық екенін біліп, жолда оларды газбен ұйықтатып тастайды. Есіне келе алған Сюя әреңдегенде қозғалып, жүргізушінің маскада отырғанын байқайды. Жігітті басынан ұрады. Келесі есіне келгенде ол тасталынған мектепті көреді. Мектеп аралда орналасқан. Оқушылардан бөлек мұнда әскерилермен бірге Китана келеді. Сюя мен басқа оқушылардың бұрынғы мұғалімі. Қатысушылардың мойнында жарылғыш бар қарғыбаулар. Китана оқушыларға патшалар айқасының ережесін түсіндіруде. 3 күн аралығында оқушылар бір-бірін тоқтаусыз өлтіру қажет. Жалғыз тірі қалған адам қалмайынша. Тірі қалған оқушы бостандыққа жіберіледі. Ал егер 3 күннен кейін аралда бір адамнан артық болатын болса, барлық қарғыбаулар жарылатын болады. Сонымен қатар қарғыбау қатысушы тыйым салынған орында дұрыс емес уақытта болса және қарғыбауды алмақшы болса да жарылатын болады. Тыйым салынған аймақ әр 6 сағат сайын өзгеріп отырады. Китана оларды жаңа оқушылармен таныстырады. Біреуі Кавада, ал екіншісі Кирияма. Оқушылар олардың өткен патшалар айқасының жеңімпазы екендерін білмейді. Олардың мақсаты оқушылардың бір-бірін өлтіруге деген ынтасын арттыру. Ногу бұған қатысқысы келмейтінін білдірген кезде Китана оның қарғыбауын жарып, жігіт бір сәтте мерт болады. Оның артынан арғы дүниеге Китананың ережелерін ұстағысы келмеген бірнеше оқушы аттанады. Барлығын аяқтап Китана оқушылардың аттарын атай бастайды. Олар қолына қару мен сөмкені алып орманға қарай жүгірулері қажет. Қару әрқайсында әртүрлі, біреуінде пистолет, ал енді біреуінде жай ғана қағаз желдеткіш. Оқушылар жан-жаққа қаша бастады. Сюя мектептен шыққан кезде қалай оның сыныбындағы қызды өлтіріп тастағанын көреді. Мектептен Накагава шыққасын олар бірге қашып тығылатын жер іздейді. Үңгірде жігіт өзінің қаруы кастрөлдің қақпағы екенін анықтайды. Ал қызға дүрбі берілген. Жігіт қыздың жаралы қолын тануға көмектесуде. Өткен айқастың жеңімпазы Кирияма дереу іске көшеді. Оны оқушылар қоршап алып, қалай аралдан кетудің жолын білуге тырысуда. Бұл істің шебері болып алған жігіт олардан оңай қаруды тартып алып, барлығын өлтіріп тастайды. Кейбіреулері аралдан қашып кетуге тырысқысы келмейді. Бір жағынан өзінің сыныптастарын да өлтіргісі келмейді. Олар өз өмірлерін қол жұмсаумен аяқтауда. Кейбіреулері құздан секірсе, енді біреулері асылып қалуда. Мицука есімді қыз аралдан кетудің жолын қарастырып көрмек. Сарайдан өз сыныптасын тауып алған ол оны өлтіріп, қаруын тартып алады. Таңертең Китана дауыс күшейткіш арқылы тыйым салынған аймақтар мен олардың басталу уақыттарын және қайтыс болған оқушылардың есімдерін атап шығады. Тыйым салынған аймақтарда картасында белгілеп алған Сюя мен Накагава орманда келе жатқандарында оларға сыныптастары балтамен шабуылдайды. Бір-бірінен ұстап алған жігіттер домаланып құлап барады. Сюя орнынан тұрғанда балтаның сыныптасының маңдайында қадалып тұрғанын көреді. Ол өлгенімен екіншісі пайда болып оларға оқ жаудыруда. Оларды өткен айқасының финалисті Кавада құтқарып қалады. Ал басқа жерде екі қыз басқаларды шақырып, бұл жерден бірге шығатын жол іздейді. Сюя оларға барғысы келген, алайда оны Кавада тоқтатады. Бірнеше минуттан кейін қыздардың шақырған дауысына Кирияма келіп, оларды қырып тастайды. Мицука тағы да өзінің сыныптастарын жолықтырады. Оның қолында пистолет. Оны да өлтіріп қаруын өзіне алады. Сюя мен Накагава қашып шығатын жол іздесе, Кавада тығылып жатпақ. Оқушылар бір-бірін қырып тастағанша. Жолда қыздың жағдайы нашарлап кетеді. Картадан аурухананы белгілеп, қызды арқасына асылып болған жігіт сонда қарай жол тартады. Ішінде біреу бар екен, ол Кавада. Кавада қыздың жарасын емдеуге көмектесіп оларды тамақтандырады. Накагава есіне келгесін қалай патшалар айқасының жеңімпазы болғанын баяндап береді.
Ол өзімен бірге қызды өлтіріп тастаған екен, әйтпесе олардың қарғыбаулары жарылып кететін болып. Өлер алдында қыз Кавадаға өз рахметін білдіріп күлген. Дәл сол күлкі Кавадаға әлі тыныштық берер емес, ал басқа топ аралдан генераторды тауып алып, оған ноутбуктерін қосады. Олар да аралдан қашуды ойлауда. Қарғыбауда микрофон орнатылғанын анықтаған олар жарылғыш заттарды дайындап әскерилерге шабуылдамақ. Оқушыны өлтіріп, бронды кеудешесін тартып алған Кирияма Сью мен қалғандарын өлтіруге бағытталады. Қуанышқа орай олар қашып кете алды. Кирияманы ауруханадан аралып кеткісі келген Сьюа жағаға қарай қашады. Оны тауып алған Кирияма жігітке қарай оқ жаудыруда, ал Сьюа суға қарай секіріп кетеді. Жігіт есіне маякта келеді. Қыздар тобы оны құтқарып тамақтандырмақ. Алайда араларындағы бір қыз қалай Сьюаның біреумен айқасып, қарсыласы маңдайындағы балтадан өлгенін көріп қалған екен. Сьюа оны әдейі өлтірді деп ойлап қалған қыз оны уландырмақ, бірақ оның тамағын құрбысы жеп қойып өліп кетеді. Қыздар арамызда сатқын бар деп бір-бірінен қорқа бастайды. Ұрсып, қаруларына жармасқан олар бір-бірін ақыры өлтіреді. Кавада мен орманның ортасында тығылып жатқан Накагава өзінің мұғалімдері Китананың қалай жалғыз екені туралы түсті көруде. Китана үнемі қызға жақсы қараған екен. Кавадамен сөйлескесін қыз өзінің досымен кездесуге аттанады. Ал жігіттің өзі болса орманда кезіп жүр. Қатты жаралы Сьюа әрең қозғалуда. Қандайда бір сәтте ол есінен танып қалып, мерт болып кеткен досы Ногуды көреді. Ол Накагаваға қарайлап жүрші деп өтінуде. Күшін жинаған Сьюа орнынан тұрып, ары қарай жолын жалғастырады. Орманда жүгіріп келе жатқан Накагава Мицукамен жолып қалады. Мицука қызды өлтірмек. Алайда ол Китананы көріп қалып қашып кетеді. Сөйтсе Китана өзінің сүйікті оқушысын қолдау үшін келіп, оның қолына қолшатыр тапсырады. Қоймаға кірген Мицука сыныптасын өлтіріп тастайды, бірақ артынан Кирияма пайда болып Мицуканың өзін арғы дүниеге аттандырады. Ал әскерилерді жармақ ойы бар топ олардың жүйесіне вирус енгізді. Бұл вирус қарғыбауларды сөндіреді. Енді олар қатысушыларды аңду мүмкіндігінен айырылды. Оқушылар әскерилерге шабуылдауға дайындалып жатқан, алайда оларды Кирияма тоқтатады. Ол бәрін өлтіріп тастады, бірақ біреуі жарылғыш бар машинаны жарып үлгереді. Шарлыз Кирияманы өлтірмесе де, оны соқыр қылып қояды. Шарлыздың даусына Кавада, Накагава, Сьюа келеді. Кирияма оларды өлтіргісі келген, алайда ештеңе шықпай Кавада оның өзін өлтіреді. Жүйе қайта іске қосылғасын Китана тірі қалғандардың әңгімелерін қайта тыңдауға мүмкіндік алады. Ол қалай Сьюа мен Накагаваның Кавада мен армандарымен бөліскенін, ал кейін қалай Каваданың оларда тірі қалу үшін пайдаланғанын естиді. Кавада оларға қаруды тақайды. Китана оқтың даусын естиді. Сапқа тұрған әскерилер сонда аттанбақ Накагава мен Сьюаның мәйіттерін алу үшін, бірақ Китана оларды тоқтатады. Бәрін аралдан аттандырып, өзі Каваданы күту үшін осында қалмақ. Кавада өзінің қарусыз екенін көрсеткен кезде Китана оны басты ғимараттарына кіргізеді. Бұл жерде Китана Каваданың қарғыбауды өшіру жолын тапқанын біледі. Бірақ бұған сенбей мені алдап өлтірмекші деп тұрғанында Сьюа мен Накагава пайда болады. Китана өзінің бұл өмірден шаршағанын, тезірек арғы дүниеге аттанғысы келетінін айтады. Кейін оларға қансырап жатқан оқушылар бейнеленген суретті көрсетеді. Ортасында тірі Накагава тұр. Китана өзімен бірге арғы дүниеге өзінің сүйікті оқушысын алып кеткісі келеді екен. Бірақ соңына дейін жеткен қыз өлгісі келмей, оған қаруын тақайды. Китана да нысанаға қызды алады. Қарап тұра алмаған Сьюа автоматтан бұрынғы мұғаліміне қарай атып жібереді. Китана да атып үлгерді, бірақ одан оқ емес, су шығады. Сөйтсе мұғалімнің қолында сулы пистолет болған екен. Қызды өлтіріп оның ойында да болмаған, жай ғана қыздың қолынан өлгісі келген. Китананың телефонына қоңырау келуде, қоңырауға жауап беру үшін орнынан тұрады. Өзін жек көретін әйелмен сөйлескесін бұл дүниені тастап кетеді. Үш жеңімпаз аралдан ескі баркас арқылы жүзіп кетеді. Жол барысында Кавада алған жарақатына мерт болды. Ал Сью мен Накагава Жапонияға аман есен жетеді. Бұл жерден патшалық айқасын ұйымдастыратын комиссияның оларды адам өлтіргендер үшін іздеп жүргендерін біледі. Оларға тығылуға тура келеді. Өздерін қорғау үшін қаруларды тауып, заттарын жинап, екеуі қашып кетеді. Осы сәттен бастап олар ештеңеден қорықпайды. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.